Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ұстаз, жалпы енді қазір көп жастарымыз өзіңіз білесіз, көп красительдер ішеді, соктар ішеді, энергетикалық сусындар неше түрлі. Оның қайдан шығып жатырғанын ешкім зерттеп те жатқан жоқ. Сол жастарға алаңдаймыз. Сол себепті сіз енді ата-бабаларымыздан қалған ұлттық біздің өзіміз сусынымыз туралы, қымыз туралы айта кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Айтуыңыз өте орынды. Жалпы қазіргі уақытта осы неше түрлі энергетиктерді ішетін жас болсын, үлкен болсын өте көбейіп белең алып кетті. Бұл енді медицина мамандарды айтып жатыр, денсаулыққа өте зиян екендігін, тіпті көптеген адамдардың өмірден өтіп кетіп жатқандары да бар. Енді бұл жалпы ұлттық өзіміздің сусындарымызды кеңінен насихатталмағандықтан шығар деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта ғылыми жағынан да көбірек дәлелденіп айтылып жатыр. Мына шұбаттың пайдасы, қымыздың пайдасы туралы. Мысалға, шұбат, мына өкпесіне суық тиген адамдар бар ғой, соларға таптырмас шипа екен. Оны мына өкпе ауруларын емдейтін ауруханаларда кеңінен қолданады. Мысалға, шетелдерде бұны порошокқа айналдырып, дәрі мақсатында шығарып жатқандар бар. Дәл сол сияқты қазіргі уақытта мына саумалды да шығарып жатыр, порошокқа айналдырып. Бірақ енді порошокқа айналдырған бұл енді тең жартысы пайдасын жоғалтады деген сөзді бұл жерде. Күшін жояды. Сондықтан да жалпы өз өнімді табиғи күйінде пайдаланған ол шипалы. Сондықтан да қазіргі уақытта неше түрлі денсаулыққа зиян, жаңа өзіңіз айтқан сияқты зиянды нәрселер көбейіп кетті. Бір жағынан ішін ашитын нәрсе елге танымал, жаңағындай аралас жекпе-жекпен айналысып жүрген бауырларымыз бар, чемпион болып жүрген, Америкаға барып. Сол кісілердің, сол бауырларымыздың өздері сол денсаулыққа зиян, жүректі отырғызатын, адамның өмірден өтуіне себепкер болатын сол бір жаман сусындарды жарнамалаулары бір кішкене көңілге қаяу түсіреді. Шыныңыз керек. Енді оның спортпен айналысып жүрген болса, ол бауырларымыз бір жағынан сондай бір жаман нәрселерді жарнамалаулары бұл дегеніміз ұрпаққа, ұлтқа қауіп төндіріп отырған нәрсе. Енді жарнама деп жарнамаға түседі, бірақ оның артында үлкен зиян жатыр. Сондықтан да осы сол спорт саласында жүрген бауырларымыздың құлағына алтын сырға бір ақша табамыз деп ұлтқа зиян нәрсені жасап қойып жатса, ертеңгі күні ол Алланың алдында да үлкен сұралатын мәселе. Оның арты жауабы қиын болады, қиынға түседі. Жалпы өзіміздің қымызымызға, шұбатымызға жететін ешқандай сусын жоқ. Бұл енді қымыз, шұбат дегеніміз ата-бабаларымыз ас жегеннен кейін бір ішіп ас қорытуға пайдаланатын болған. Енді бұны қазір ғылым зерттеп жатыр. Асқазандағы жарасы барларға, ішек құрылысында жаңағы дерті барларға осы қымыз, саумал, шұбат деген өзіміздің ақ өнімдеріміз көп пайдасын тигізеді деген. Ғылыми дәлелдеген. Мысалға, Ресейдің жаңа Сібір аймағының медициналық университетін жаңа оқып қарап отырмын. 2017 жылғы зерттеуі бар екен. Бұл қымыз дейді. Қымыз адамның жаңағы невроз жүйесіне, жаңағындай уайымға шалдығу ауруларын тежеп, соған қарсы жақсы таптырмас иммунитет екен да бұл қымызды. Соны 2017 жылы зерттеп дәлелдеген екен. Сол сияқты көптеген айта берсе пайдалары көп. Қазір менде енді бала кезімізден көз ашқалы ата-әжеміз сиыр сауып, түйе сауып, саумал сауып, сондайды өсіп келе жатырмыз ғой жалпы. Менен әлі күнге дейін үлкен кісілер де сұрайды, шұбат, қымыз сатып жүргеннен кейін. Қымыз деген ненің сүті, шұбат неден жасалынады деп әлі күнге дейін кейбірде даже мына помидор талда өсе ма деп те сұрақ қояды, сөздің шыны керек. Қымызды да білмейді, мысалы, көп деген кісілер оны. Жастар демей ақ қойын, үлкен кісілердің өзі бағанағыдай қымыз неден жасалынады, қайдан алынады, қайдан сауылады деген сияқты
сонда кейбірде ішім кәдімгідей жаным ашиды. Балғымыз деген бірге бір мектепте оқыған Әлбек деген ағамдікі ғой. Иә. Бізден 3 класс жоғары оқыды. Сол кісі балғымыз шығарып өте, менде кейбірде бір ішіп тұрам алып. Жолда жатқан кезде магазин шөл дейсің ғой. Сол кезде алып балғымыздан алып ішіп береміз. Қазіргі уақытта мысалға неше түрлі секер қосылған сусындар шығып жатыр да. Оның денсаулыққа өте зиян, өте қауіпті. Бір жағынан енді осындай сусындарымыз солардың алдынан қалыспай жаңағындай бірге бәсекеге тұруы біз үшін жаңағы қуантады. Қазіргі уақытта бұл балғымыз деген тіпті үлкен кісілердің, жастар егде тартқан 70-тен 80-нен асқан аталарымыз бен әжелеріміздің бір таптырмас сусынына айналды. Бұл енді сол ұлтқа жанашыр, елге жанашыр бауырларымыздың өздерінің шығарған дүниясы ғой. Өзіміздің жаңағы сырттан келіп жатырған неше түрлі сусындар біздің нарықты басып жатқанда біз неге өзіміздің өнімімізді шығарып, неге жарнамаламасқа деген сондай бір ұлтқа деген бір жанашырлықтан туындаған нәрсе. Қазір тек қана қымыз емес, шұбат емес, өзіміздің ұлттық жаңағы ірімшік, құрттарымызға да жақсы жарнамалар жасалып жатыр. Әрбір дүкенде арақ емес, сок емес, қымызымыз толып тұрса дейсіз ғой. Иә, қымыз енді бұл жаңағы айтып өткен сияқты ғылыми жағы, пайдасы, жаңағы шипасы бұл өте көп адамдарға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы қазіргі кезде әртүрлі аурулардың саны өте көбейіп кетті, білесіздер. Неге деген сұрақ бәрімізге бар болар. Өйткені адамзат табиғи өнімнен алыстап бара жатыр. Ал табиғи өнімнен алыстаған сайын, мына қандай да өндірістің жасап жатырған, қолдан жасап жатырған сусыны болсын, әртүрлі тағамдары болсын, оның зияндары қандай екенін ешкім толығымен білмейді. Ал табиғи өнім дегеніміз не? Оны бабаларымыз да біріншіден ол Алладан, екінші оны бабаларымыз сан ғасыр бойынша зерттеп, адамға пайдасы бар екенін біліп, сосын қолданып келе жатырған нәрселер. Ал адам өзінше бір тәтті, әдемі қылып жасаймын деп, өзінің адамға зиянды нәрселер жасап жатырғанын білмейді. Тіпті білсе де, ол ақша әкелген жерде оны көптен көп шығарып жатыр. Оған әртүрлі дәмдегіштерді салып, адамға сондай ұнамды қылып жасап, ақша жасап жатыр. Бірақ сонымен қатар адамдарға ол зиян келтіріп, көп ауру қылып жатыр. Ал енді мен айтарым, қаншалықты табиғи нәрселерге жақын болсаңыздар, соншалықты жаңағы аурулардан алыс боласыз дегім келеді. Жастарды сол табиғи өнімге, табиғи нәрселерге қайта оралып, сонымен жақын болуларын тырыссын дегім келеді. Атқа мініп, дейсіз ғой, садақ атып. Әрине, мына атқа міну, спортпен айналысу және табиғи өнімдерді пайдалану, ол адамның өмірін ауырмай, сырқамай, ұзағырақ қылуға себебін тигізетін нәрселер. Саумалды зерттей келе, саумалдың құрамында сиыр сүтіне, түйе сүтіне қарағанда ананың омырауындағы сүтпен саумалдың екеуі бір-бірдей екен. Қоюлығы, витамині беретін құндылықтары. Биен сүті деген, бізде енді қымызымыз таза биен сүті, ешқандай бал, ештеңе қоспаймыз, таза. Банағыдай. Бұл жерде енді жаңағы осы балғымызды өмірге келуіне себепкер болған Әлібек бауырымыздың айтқаны, мынау бал Құранда келген дейді. Құранда арнайы аяттар бар, осы бал арасы туралы айтылған көптеген мәліметтер бар. Аллах тағала Құранда айтады, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бал, араның балында сендер үшін көптеген шипалы, пайдалы
нәрселер бар дейді. Яғни бұл бал дегеніміз әрине ауырған адамға бір шипасын, белгілі бір мөлшерде шипасын тигізетін анық. Сол сияқты сол балмен осы біздің ұлттық өніміміз қымызды екеуін араластырып неге шығармасқа деген ой келді дейді ғой жаңағы. Екеуі де шипалы нәрсе, екеуін бір-біріне жаңағыдай қауыштырып араластырғанда мүмкін адамдарға сол жағынан көңілінен шығып, тіпті біреулердің жақсы өмір сүруіне өзіміздің септігіміз тиіп жатса, ол сауап қой деген ойға келдім, осы екеуін қосып жасадық дейді. Бұл әлбетте қазіргі уақытта осы қымызымызға сұраныс өте қатты артып келе жатыр. Көптеген адамдар тойларда жаңағы арам суларды қояды ғой. Соның орнына қымызды ала бастады дейді қазір. Құдалықтарға, тойларға, неше түрлі біздің рәсімдеріміз бар ғой, қуанышты. Соның бәріне осы қымызды ала бастағаны бір көңілді көтереді дейді. Сондықтан да бұл шұбатымызды, бал қымыз деген өзіміздің өнімдерімізді, жалпы бал қымыз болсын, жай қымыз болсын, әрқашанда жарнама жасап, айтып жүретін болсақ, әлбетте біздің өмірімізде, ұрпақтарымызда жақсарады. Неге десеңіз, қазір неше түрлі белгісіз аурулар көбейіп кетті. Және жаңа туған балаларды иммунитет негізі мықты болу керек қой. Бірақ қазіргі жаңа туған балаларда неше түрлі дерттің бәрі бар. Үлкен кісілерде 70-тен, 80-нен, 90-нан асқан кезде болатын дерттер жаңадан туған балаларда бар. Ол не? Ол деген ол баланың ата-анасы дұрыс емес тамақтанбағандықтан, неше түрлі энергетикалық сусынды ішкендіктен, ол энергетикалық сусын ол адамның денесіндегі иммунитетті бұзады. Неше түрлі аурулардың жаңағы тууына себепкер болады. Өткенде бір танысымызды естіп отырмыз. Энергетикті ішіп жаңағы асқазаны тесілген дейді. Енді ота жасап асқазанын тіксек дейді. Асқазаны үгітіліп жатыр дейді. Үгітіліп, іріп кеткен іріп. Енді қараңыз, осындай зияны бар да, ол ұлтты құртатын нәрсе, ұлтты құртатын. Сондықтан жан жақты өзіміздің ұлттық сусындарымызды, ұлттық астарымызды дәріптеп, жан жақты түсіндірме жұмыстарын жасау керек деп ойлаймын. Өйткені бұл біреулер қазір күліп қарауы мүмкін, бір жарнама деген сияқты, ешқандай жарнама, яғни ұлттық өзіміздің тағамдарымызға, сусындарымызға жарнама бұл. Соңында не? Сау ұрпақ, дені сау ұрпақ деген үлкен ұғым тұрды бұның артында. Сол себептен Аллах Тағала баршамызға ізгі ұрпақ, салихалы өмір сүруді нәсіп етсін. Амин. Ұстаз, Алла разы болсын, айтқаныңыз келсін. Енді жалпы өзіміздің ұлттық ішсең сусын, жесең ет, ас, сыртындағы жүнін түтетіп, киім жасасаң да сондай бір қасиетті жануарлар ғой, қазақтың маңдайына біткен. Алла разы болсын, уақыт бөліп, осы ұлттық өзіміздің құндылықтарымызды насихаттау, кеңінен насихаттайық деп уақыттарыңызды бөліп келіп жатсыздар. Ғизат ағай, өзіңіз бір батаңызды беріп жүрсеңіз. Бисмилlah. Амин. Аллах Раббым, баршамызға, осы ұлтымызға амандық беріп, Алла, бабалар жолымен, ізгі жолмен, табиғи өнім пайдаланған сау ұрпақ нәсіп ете көр. Баршамызға, Алла, екі дүниенің бақытын бер. Қазақ ұлтының алдыңғы қатарлы мұсылманнан болуды нәсіп ете көр. Аллахумма а'инна ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика. Allah.